Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Сіздерге бүгін қарыздан құтылу туралы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Несиесі жоқ, қарызы жоқ, уайымы жоқ адамды кездестіру қиындап бара жатқан сияқты, солай ма? Әсіресе алдыңғы қарызын жабу үшін тағы қарыз алып, бірнеше миллион қарызға батқан жан болса, тіпті өмірден түңіліп адаммен араласудан қалуы мүмкін. Мұның түбі өзіне қол жұмсауға апаруы да ықтимал. Сондықтан адам алдымен миын қарызымды қалай жабамын деген мазасыз ойдан арылтып, өз-өзіне келіп алғаны дұрыс. Алдымен кімге қанша берешегіңіз бар, сізге кім қанша сома қарыз, барлығын есіңізге түсіріп қағазға жазып алыңыз. Барлық қарызды қосып, мойныңызда қанша қарыз барын есептеп шығарыңыз. Осылай қағазға түсірген кезде ғана оның қаншақты көп екеніне, немесе сіз ойлағандай адам шошырлық сома емес екеніне көзіңіз жететін болады. Осылай бәрін қағазға түсіріп, миды ойша есептеп, шегіне жете алмай жүрген бір міндетіңізден арылыңыз дәл қазір. Екінші, ең аз қазір шамаңыз келетін сомадан бастап қайтаруға кірісіңіз. Бәлкім біреуден 3000, біреуден 5000 қарыз алған шығарсыз. Осындай азын-аулақ қарыздан құтылған кезде миға аз ба, көп пе, бәрібір қолымнан келеді екен, қарыздан құтылуға болады екен деген сигнал барады. Қағаздағы әр қарызды төлеген сайын сызып тастап, не белгі қойып отырған кезде жайыңыз жай таба бастайды. Танысыңыздан қарыз алып, оны біраз уақыт қайтармай, қоңырауына жауап бермей, қашықтап жүрсеңіз, бұл 3 жасар баланың әрекетіне тең екен еске салыңыз. Күндердің күнде ол адам алдыңыздан шығады. Сонда қашып құтыла алмай, қипақтағанша мәселеге бетпе-бет қарап, қазірден бастын ашып алыңыз. Адам сияқты хабарласып, жағдайыңызды түсіндіріп, шамамен қанша ай, қанша жылдан соң қайтара алатыныңызды айтып, келісімге келіңіз. Егер ол кезде де қайтара алмайтын жағдай болса, тағы келісіп мерзімін созуға болады. Бәлкім сіз қарызын қайтара алмадым деп қиналып жүрген жан, әлде қашан сізден үмітін үзген шығар. Ондайда кештім, қайтармай-ақ қой деген жауап алсаңыз да таңданбаңыз. Бір қарыздан құтылдым деп есептеңіз. Арқаңыздан бір ауыр жүк түскендей болады. Әрине, орай келгенде қайтарып жатасыз. Егерде несие алған болсаңыз, банкке өз аяғыңызбен барыңыз. Ол жерде де форма кигені болмаса, қарапайым сізбен біз сияқты адамдар отырады. Жағдайыңызды айтып түсіндіріңіз. Бәлкім төлейтін мерзімін созып, ай сайынғы ақысын азайтуға болатын шығар. Барлық жағдайды қарастырып көріңіз. Әйтеуір жауапкершіліктен қашып, бас сауғалап жүрмегеніңізге көзі жетсін. Бар екеніңізді, несие қайтарудан бас тартпайтыныңызды білдіріңіз. Сосын келесі кеңес ол ай сайынғы кіріс пен шығысты ұсақ түйекке дейін қағазға жазып саралап көріңіз. Сол нәрсені алмасаңыз болмайтындай, не сізді еш бақытқа бөлемейтіндей шығындардан бас тартыңыз. Тізім жазған кезде тапқан ақшаңыз қайда кетіп жатқаны, не нәрсеге бос ақша құртып жүргеніңіз көз алдыңызға айқын бейне болып шыға келеді. Осындай қорытынды шығарып, ақшаны мейлінше үнемдеп, алдымен қарыздан құтылуға күш салыңыз. Ай сайын ақша артылатындай жағдай жасауға талпыныңыз. Бір бөлігін аз да болса жинауға дағдыланыңыз. Бұйырған күні барлық қарыздан құтылып алам деген ғажайып күтіп отыруды тоқтатыңыз. Мәселен, тереңнен ойланып, саналы әрекетке көшіңіз. Өзіңізді ешкімнің алдында кінәлі сезінбеңіз. Үнемі қарызды қалай қайтарам деген ойдың шырмауында жүре беруге болмайды. Барлығын толықтай қағазға түсіріп, миды босатыңыз. Сонда ғана ойыңызға ақшаның көзін табуға болатын жаңа идеялар келе бастайды. Барлығымен келісіп, банктермен қайта келісімшарт жасасқан соң, бойыңыз жеңілдеп қалары сөзсіз. Ары қарай ешқандай қарызы жоқ адам секілді өмір сүріңіз. Әлбетте, енді ешкімнен қарыз алмаймын деп өзіңізге сөз беріңіз. Дұрыс па? Егер бұл видео сізге ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Пайдалы ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын.